Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Мен қазір крыжовниктен варенье қайнататын болам. Жуып тазалап қойдым. Енді қазір сироп дайындаймыз. Мұнда мен 1,5 килограмм крыжовник өлшеп қойдым. Қазір осыған сироп дайындайтын боламыз. Қалғанын судан сорғытып, лимон қосып, кішкене тартып алам, қант араластырып. Оны сол күйінде мен мұздатқышқа қатырып қоям. Осы ыдысқа мен 1,5 килограмм қант өлшеп аламын. Крыжовниктің өлшемі 1,700. Енді 1,5 килограмм қантқа мен 150 мл су құямын. Бұл менде фильтрленген су. Міне мен қантым ақырын еріп, қазір сироп қайнайды. Сол кез сироп қайнаған кезде біздің крыжовниктерімізді саламыз. Ал енді біздің сиропқа қарылғандарды қосамыз. Енді осы қайнап жатқан сиропта 5-7 минут қайнатып аламыз. Одан артық қайнатпаңыздар. Міне біздің крыжовник 7 минуттай қайнады. Бетінде көбігін алып, бұны толық суығанын күтеміз. 6-7 сағат шамамен, кем дегенде. Баршаңызға сәлем. Бүгін екінші күн. Мына екінші рет қайнатып жатырмын. Енді қайнап бастады. 5-7 минут одан асырмаңыздар. Және біздің жарты лимонның шырынын немесе мен сияқты ұсақтап тұрап, лимонды қайнаудың соңында 1-2 минут қалғанда қосып жіберіңіз. Сонда лимонның дәмі, иісі жақсы шығып тұрады. Міне бізде 5 минут өтті. Енді лимонымызды салып 1-2 минут қайнатып аламыз. Сосын сөндіреміз. Одан артық қайнатудың қажеті жоқ. Көбігі болса көбігін аламыз. Болды. Және бізді стерилді, таза құрғақ банкаларымызға құйып шығамыз.